Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгін біз көзіміздің саулығы туралы әңгімелесетін боламыз. Көз ең маңызды сезім мүшелері бірі болғандықтан, оның денсаулығына ерекше назар аударғанымыз жөн. Бүгінгі видеомызда көз ауруларына, олардың белгілері және алдын алу жолдары туралы сөйлесетін боламыз. Сіздермен бірге Тибет каналы және де доктор Шерхан. Егер де көз күтімін алдағы уақытта жақсартамын, әлде де жақсы көретін боламын, ең маңызды ақпарат алғыңыз келетін болса, осы видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Тек қана қызықты ақпарат өздеріңіз үшін қазақ тілінде болатын болады. Көз ауруларының бірнеше түрі бар. Ең көп таралғанның бірі, өздеріңіз естіген боларсыздар, глаукома, катаракта, құрғақ көз синдромы және де миопия деп атаймыз. Әрқайсысы туралы толығырақ тоқталайық бүгінгі таңда. Көз ауруларының арасында ең көп тараған қазіргі таңда жасты таңдамайтын да, жасқа қарамайтын да глаукома болып табылады. Глаукома көз ішілік қосының, қысымның, яғни давление дейміз ғой, жоғарылауынан туындайтын ауру. Көбінесе оны именно глаукоманы именно офтальмологқа, окулистке барып өлшетіп жататын болады. Бұл аурудың ең қауіптісі алғашқы кездерінде ешқандай симптомдарсыз өтетін болады, яғни ешқандай белгілесіз өтеді. Сондықтан егер уақытында анықталмаса, глауком айыру мүмкін, көру қабілетін айыру мүмкін. Сондықтан жыл сайын көз дәрігеріне тексеріліп тұру өте маңызды болады. Бүгінгі көз ауруымыз катаракта деп аталады. Катаракта көбінесе біздің ойымызша тек қана үлкен кісілерде ғана болады деп ойлаймыз. Яғни 40, 50, 60 жастағы асқан кісілерде болады деп ойлаймыз. На самом деле ондай емес. Глаукома қазіргі таңда 25-30 жастардан да келіп жатыр, өйткені ол глауком, именно катарактаны ұрық қуалайтын ауруға да жатқызса болады. Катаракта көз мөлдірдің қабатынан бұлыңғырлану дейміз ғой, былай айтқанда қазақшалап. Бұл көбінесе жас ұлғайған сайын пайда болатын ауру. Катаракта көру қабілетін төмендетеді, бірақ қазіргі заманғы хирургия бұл мәселені оңай шешуге мүмкіншілік беріп жатыр. Сол үшін егер катаракта анықталған кезде небәрінше офтальмологқа барып жолығып, жалпы ота жасатсаңыз болады. Қазір енді баяғыдай пышақпен кесу немен жоқ, именно осы лазерный хирургия болған, микрохирургия дейміз, соларға жүгінсеңіздер де болады. Ешқандай аурусыз, қиыншылықсыз өтетін болады. Айтып кетерім бар, именно көз ауруын зерттейтін кісіні кім деп атайды? Офтальмолог деп атайды. Немесе біз үйреніп қалған жағдай окулист деп атайтын болады ағайын. Кейінгі көз ауруымыз көбіне тараған құрғақ көз синдромы дейміз. Основном көздің жеткіліксіз мөлшерде ылғалданбауы, сусызданбауы, яғни құрғақтанып кетуі. Бұл неден болады? Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда компьютер, телефон қарағанның көбінесе балаларда және де жас өспірім кезінде телефон көп қарайды. Және өзімізде үлкен кісілер болғандықтан кейін телефонды күнделікті күніне неше сағат өткізетінімізді ешкім өлшемеген, соны өлшеп көрсеңіздер қызық болады. Және де кондиционер. Яғни кондиционерлік бар бөлмелерде көбіне уақыт өткізетін болсаңыз, сол кондиционер именно көзді құрғатып жіберетін болады. Именно белгілі бір дәрілерден де қолданудан болады, байланысты болуы мүмкін. Бұған көбінесе көз тамшыларын жазып беретін болады, яғни дұрыс жұмыс тәртібі, жұмыс тәртібі дейміз, бұл мәселелерді құтылуға көмектеседі. Яғни дұрыс тамақтану, дұрыс рацион таңдау және де не жеп жатқаныңызға көңіл бөлу, солардың барлығы осы құрғақ көздіктің сол салдарын алдын алуға көмектесетін болады өздеріңізге. Ал келесі көз ауруымыз миопия деп аталады. Немесе жақыннан көргіштік, алыстағы заттарды көру қиынға соғатын жағдай дейміз. Бұл көбінесе генетикалық себептерге байланысты. Бірақ дұрыс емес жұмыс тәртібі де осыған әсер етуі мүмкін. Жақыннан, мысал үшін, көргіштік түзету үшін көзілдірік немесе линза, лазерлік коррекциялар қолданылып жатады. Миопия қазір өздеріңіз білетіндей алыстан, мысал үшін, сіз көрмеуіңіз мүмкін, және де жағынан көрмеуіңіз мүмкін. Соның барлығы, яғни орысша айтқанда дальнозоркость дейміз, близорукость дейміз, яғни сол миопия, общий миопияға жатқызатын болады. Оның барлығының қазіргі таңда емдері бар ағайын. Қорықпаңыздар, ота жасатудан да қорықпаңыздар. Сол үшін бірінші егер сондай белгілер болатын болса, міндетті түрде көз дәрігеріне жолыққаныңыз абзал болады ағайын. Осы көз ауруларының көбінесе емін қалай істесе болады, алдын алуға бола ма деген сұраққа әрине
эффективный болады, иә. Ол біріншіден, егер сіз компьютермен немесе телефонмен жұмыс жасап жатқан кезіңізде арасы 20 минут сайын көзіңізді демалтырып тұруыңызға керек. Яғни демалтырып тұрғанда просто демалтырып тұру емес, именно жаттығулар жасап көзді, яғни шалдырақтарына қиналған кезінде, қысылған кезде сол демалтырған дұрыс болып табылады ағайын. Және де бағана айтқандай салауатты өмір салты, иә. Көбінесе егер сіз наубайхана, яғни нан пісіретін жерде, пекарняда көбірек жұмыс істесеңізде көзге өте қатты әсері зияны болады. Және де көп дәрі ішкеннен, әртүрлі қазір дәрілер бар. Мысалы үшін олардың қатарына қазіргі таңда БАДы дейміз, соларды да қосамыз. Және де ең бастысы көзге керекті жаттығуларды жасағаныңыз дұрыс. Көзге керекті жаттығуларды қалай жасаймыз? Бүгін қазір сіздерге 5 жаттығуды үйрететін боламыз, және ол аспаннан келген жаттығулар емес, яғни көз дәрігерлердің өздері ұсыныс берген, яғни қолданатын 5 жаттығуды қазір қолданамыз. Жақсылап жайғасып отырып алыңыздар, бірге қайталасаңыздар өте жақсы болады. Сіз ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да, алдағы уақытта көзіңіз әртүрлі яғни бағана айтқандай ауруларға тап болмас үшін, сосы видеодағы жаттығуды қайталасаңыз өте күшті болады. Ал бірінші жаттығуымыз 1 минутқа дейін созылады, яғни 1 минут дегеніміз, қараңыздар, көзді 1 минутқа дейін ашып жұму. Яғни тек қана ашып жұмамыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп 60 рет санайсыздар, көзді ашып жұмасыздар. Бұл не үшін керек? Көздің именно құрғақ болған кезде, компьютермен көп жұмыс істеген, телефонмен көп жұмыс істеген кезде көз құрғақтанады. Сол көзді ылғалдандыру үшін арналған жаттығу болады, яғни 1, 2, 3, 4 деп, яғни көзді 1 минутқа дейін ашып жұмамыз. Ашамыз, жұмамыз, жұмамыз, ашамыз. Екінші жаттығу, көзді солға, оңға, жоғарыға, төменге бұрамыз. Қалай болады? Бірге қайталаймыз. Солға, оңға, жоғарыға, төменге. Солға, оңға, жоғарыға, төменге. Солға, оңға, жоғарыға, төменге. Дәл осылай 1 минут бойы қайталаңыздар. 1 минут бойы. Өте қиын емес қой, оңай жаттығулар. Үйде отырып қалаған кезіңізде, жұмыста болса да, әлде көлікте ме, әлде басқа жерге кетіп барсаңыз, сізден ақша сұрамайтын, қиыншылық сұрамайтын жаттығулар ғой. Жай өзіңіз жасап кете берсеңіз болады. Үшінші жаттығуымыз көзді жұмып тұрған кезде іштен айландыру. Көзді жұмамыз, іштей солға, оңға, солға, оңға, солға, оңға деп көзді жұмып тұрған кезде іштен айналдырамыз көзді. Солға, оңға бұрамыз. Бұл да тура 1 минут болады, ешқандай қиыншылықсыз. Көзді тек қана жұмып, өзіңіз денеңізді бос ұстап, солға, оңға көзді бұрамыз. Бұл не үшін көмектеседі? Яғни көз қараңғылықта егер жаттығу жасайтын болсаңыз, көздің әлсіреуі және көздің қызаруынан жақсы сақтайтын болады және қорғайтын болады. Төртінші жаттығу, көзбен әртүрлі фигура жазу, сызу. Ол қалай? Көзді тіке қарап, образ бойынша квадрат салыңыз. Бұлай, квадрат, квадрат. Немесе дөңгелек сызыңыз. Желательно солға қарап істегеніңізбен дөңгелек көзбен фигура сызыңыз, фигура кәдімгідей. Үшбұрыш сызыңыз. Қалай? Осылай, үшбұрыш. 1 минут бойы осыны жасайсыздар. Яғни бұл не үшін керек? Бұл жаттығу көздің, яғни бағанағы дальнозоркость, немесе близорукость, жақыннан, алыстан көру деген ауру болатын болса, соның алдын алатын, яғни жалғыз жаттығу осы болады. Сол үшін 1 минут бойы қайталаңыздар, фигура сызасыздар. Дөңгелек, үшбұрыш, квадрат. Ең керекті. Ең соңғы жаттығуымыз бүгін қандай деп аталады? Яғни саусақтарды, екі саусақты алып, мына көздің жанына қоясыз. Осы жерде көздің мышцалары болады, бұлшықеттері немесе именно нервтер орналасқан болады, осы тамырлар. Сеземіз ғой, былай айтқанда пульс сеземіз, Сол пульске басып 5 секунд, қаттырек басып 5 секунд ұстайсыз, жібересіз. 5 секунд ұстайсыз. 1, 2, 3, 4, 5 жібересіз.
және де 1 2 3 4 5 жіберіңіз. Және де 1 2 3 4 5 жіберіңіз. Дәл осылай 1 минут бойы жалғастырасыз, және де ешқандай қиыншылықсыз көздің шаршағанын тез алады. Өте тез алады. Сіз егер көлік айдаушысы болатын болсаңыз, көлік айдасаңыз, таңертеңнен кешкі дейін таксистер бар мысалы үшін, көлік айдаушылар. Сол кісілердің өте жақсы керемет осы жаттығу жасаса, көз қызаруынан, көздің талып кетуінен жақсы сақтайтын болады. Ал құрметті көрермендер, көздеріміздің саулығы біздің өзіміздің қолымызда. Осы қарапайым жаттығуларды, ережелерді сақтау арқылы көптеген көз ауруларынан аулақ боламын десеңіз, егер осы видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше деп айтпаймыз, келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар. Өздеріңізге денсаулық, отбасыларыңызға тыныштық. Сіздермен болған доктор Шерхан, қош сау болыңыздар.